бір тілім ет сап қойдым. Қазір қамырды жаямыз да бетіне үгіп турап өзбекке жасап, өзбектер бар ғой, мынандай етпен той жасап жібереді дейді ғой, күрішті басын. Бетіне үгіп шашып тастайды екен ғой етті. Солар ұқсап мен де қамырдың бетіне сап жейін деп отырмын. Қамыр жеп отырсың, постоянно нан жаясың, пияз турайсың, ботқадай боласың деп айта беріңіздер. Осы күніме ризамын. Қысы жазы қамыр жеп шығамыз. Тоймайды бала-шаға. Мына көди сөйті нәрсені жеген қажет жоқ, біз осындаймыз. Ал енді отырып нан жайып отырсын деп шығады ғой қазір маған. Сіздерге әңгіме айтайын деп жайып отырмын. Әйтпесе мен де адам баласы тұрып жаям тура сіздер сияқты. Не көрінген нәрсе әңгіме болды ғой. Ана тұрбам әңгіме болып жатыр. Анан краскілемейсің ба, неғылмай. Осыған бола мынандай краска сатып алып сатылам екен. Бір стакан краска сатылса әкеп краскілейін. Әйтпесе тұрады сөйтіп. Скотч жабыстыр деп ой пысықтар көп енді өмірде ше. Айтайын деп отқан басқа болатын. Бір досым әйелімен ұрысып қапты. Содан осы жерге кепті. Соған қарағанда екеуінің табысқысы келеді ау дейді. Өйткені бар анау төркіннен қашпаған, анау да апарып тастамаған, сонымен осы жерге кепті. Енді осы жерге әңгімесін айтуға екеуі табысайын. Негізі бар ғой, екеуінің ортасында біреу керек болып тұр ғой. Анау жүгіріп ұрып жібере ма, мен сияқты біреу тұру керек па? В общем, ақыл сұрайтын адам тапқанда олар маған кетті. Сонымен не керек, екеуін тыңдасаң, ананікі дұрыс, нан тыңдасаң, нанікі дұрыс. Бітпейтін дау әйтеуір. Мен төркін келгенде баяғы қой соймағасын деймай, мен ауырып қалдырып атқанда үйінде дәрі бермедім деймай, бітпейтін дау. Күйеу әлі образда, әлі өспеген. Ой деп қой, ой біткен баяғыда, мынауын кетейін деп отыр. Басқа әңгіме айтсайшы, бітті ғой. Десем жаңағы екеуі ақыр табысқан жоқ, кетті. Ана ел чапылдап тұр. Бача. Осы күйеулеріңізді айқайлап шыңғырғанды қойыңыздаршы. Не сұмдық ол, ят емес па? Кетті сонымен.